Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біздің жаңа Photoshop 41-ші. Неке осы Photoshop'ты үйренеміз. Бұл Photoshop'қа бояу деген. Неке мен әшейін сурет таңдап алдым. Сіздерге үнемі әшейін сурет таңдап аламын. Сол кезде до и после қызық болады. Біріншіден қырқамыз. Бізге екі жағы көлемді, жалпақ болған дұрыс. Неке аяғынан қырқасыз, байқасаңыздар екі жағы көлемді болды. Келесі рисовать. Рисовайтқа кірмей тұрып сіздерге бір нәрсе көрсетемін. Бұның артқы фоны қара фон болу керек. Неге десеңіздер, қазір көрсетейін. Добавить фотомен мінекей қазір мен алатыным мінекей мына бояу. Қазір артқы фон қара болмаса, қараңыздар ол қалай не қылады. Түк те отырмайды. Арты блур, қатты блур болғанның өзінде де бұл отырмайды. Окей, енді рисовайтқа кіріп қараға бояймыз. Білесіздер ғой, артқы фонды бұл фондан фигураға кіріп 4 қылсаңыздар да болады. Или мынамен былай бояп шықсаңыздар да болады. Мен алдыңғы сабақтарда көрсеңіздер артқы фондағы тез бояудың бір-екі түрін көрсеткем. Үнемі көріп жүретіндер білет бұны. Мен бұны істеу просто сіздерге көрсете салайын. Мен бұны алдын ала істеп қойған болатынмын. Қараға бояп, қазір бұны істеп отырсақ, біз көпке уақытымыз кетеді. Жай ғана сіздерге осыны қалай қараға бояу екенін көрсетсем болды. Окей, мынаны қазір удалить ете салайын. Окей, мінекей мен қара дайындап қойған фотом. Шамал астынан да бір-екі жерін қалдырдым әдейі. Мінекей мынаны аламыз. Отвелить смешайттың ішіндегі отвелитті таңдаймыз. Енді жақындатамыз. Бетін кішкене өшірсеңіздер болды. Бетіне қатты өшірудің қажеті жоқ, доптамалы қылып. Кішкене өшірсеңіздер болды. Жоғарыда өшіргіш. Мінекей көріп тұрсыздар, өшіргіш. Твердості барынша азайтамыз, размерді үлкейтеміз, тек ұрып шығамыз ұштарын. Мынау 4 пішті болып білініп қалады фотошопымыз. Соны ұрып шығамыз мінекей. Ұрып шығамыз. Окей, бірінші саты дайын. Добавить фото. Әр не қылған сайын окей қылып отырыңыздар, себебі сәл қозғалып кетсе бір тиын болады. Мінекей, мынаны жоғарысынан әкелеміз. Бұнда экран, отвелитке қоясыздар. Бұл сайттан тартылғасын. Ана бір значоктар бар, соларды кейін өшіріп тастайсыздар. Фотоның, сайттың жазулары мінекей. Бұнда кішкене қылып өшіресіздер. Бетіне қатты түсірмейміз. Бетіне қазір өзінің арнайы түсіретін несі бар. Мынаны енді мына астынан әкелеміз. Бұнда смешайтқа келіп, отвелитке кіріп, бұның да ұшы, бұл PNG болсын, ұшы шамалы қаралы болып тұр. Соны ұшын ұрып шығасыздар осылай. Мінекей. Окей. Тағы да добавить фото. Енді бізге бетіне қоятын келесі бізде астынан тағы біреу жібереміз айтпақшы. Оны ұмытып кеттім ғой. Астынан тағы біреу жібереміз. Мінекей. Әйгерім есімді қыз. Так, суреті дәл мен іздеген суретке сай келгесін Инстаграмнан ала салып істеп бастап кеттім. Енді келесі саты бізге бетке және иыққа бояу түсіру. Білесіздер, мен сіздерге мысал ретінде көрсеткен бояуды иығын үстіне бояу шашырап тұрған болады. Мінекей осы тәсілде істелінеді. Мінекей бірінші қазір көріп жатсыздар. Иыққа қойып, мінекей иыққа қойып өшіріп тастайсыздар. Иыққа қойып, мінекей тек қана иыққа қойған жерді қалдырасыздар да, қалған жердің барлығын өшіріп тастайсыздар. Окей, келесі мінекей мына жақтағы қолдан. Бұны қолдың үстіне шамал ұшын кигізсеңіздер, типа бір шашырап тұрған сияқты болса болды. Мінекей жоғарыда өшіргішті аламыз. Не көрдіңіздер, қолға қалай түскенін жақындатып көрсеттім. Мінекей. Енді келесі бізде бетке қатты бүйтіп кіргізіп жібермеңіздер. Кішкене мінекей көріп жатсыздар, ол кішкене кіріп тұрса болды. Қазір мен бір жақындатып көрсетейін. Мінекей полный қалған жерін өшіріп тастайсыздар. Бұлар бояудың үстіне түскесін қою болып қалады. Тек қана беттің үстіндегін алып қалсаңыздар да болады. Твердості барынша азайтып өшіресіздер. Мінекей көріп жатсыздар қалай бетке ұрғанын. Добавить фото. Соңғысы бояу тамшылары бұл. Бояу тамшылар үстіне қоясыздар. Мінекей тура шашыраған сияқты. Окей. Мінекей біздің фотомыз аяғына жетіп қалды. Енді FX-ке кіріп четкіс деген бар. Четкі қылады бояуды. Қатты қылмайсыздар, кішкене қыласыздар, яғни бояуға түс береді. Окей, одан шығып Джокер маған ерекше ұнайды. Осы Джокерді қоймасам қызығымыз. Джокер болмаса бірінші бояу. Джокерді кішкене толық қылмайсыздар. Окей, дәл сол күйінде істелінеді. Құрметті достар, сіздерге ұнады деген ойдамыз. Біздің бояу деген Photoshop болса, жұмыстарыңызды жіберіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.